Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәнінен 49 сабақты өтеміз. Бүгін біз өнер алды қызыл тіл бөлімін өтетін боламыз. Танысамыз. Соның ішінде Қарлығаш әулие аңыз әңгімесімен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау, сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Бірінші тапсырма: бір нәрсе туралы пікірімізді, яки қимылымызды, яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Пікір қоғамдағы кез келген тұлғаның ойы. Ол әртүрлі жағдайда туындайтын алуан ойлар желісі. Пікір жазудың өзіне тән қағидалары бар. Қиял дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға тән психикалық процесс. Төле би қазақтың үш биінің бірі. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірінде дүниеге келген. Өз елінің, өзге халықтардың, әсіресе шығыстың аңыз әңгімелерін, қисса дастандарын еркін меңгерген. Халықтың әні мен күйін, ақындық өнерін құрметтеген. 15 жасынан бастап ел билеу ісіне араласқан. Өз заманында Қарлығаш әулие, Қарлығаш би атанды. Қазір балалар енді Қарлығаш әулие аңызымен танысамыз. Мен сіздерге баяндап берейін. Ел ауған ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жықпапты. Қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрапты. Шаңырағыма бір бекіні Қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан су басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорғаған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым, дейді дана Төле би. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төленің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Төле бидің Қарлығаш әулие атану себебін түсіндір. Бір кезде Төле би тұрған ауылға жау шапқан кезде бүкіл ауыл жаудан қашып кетеді. Шаңырағы ғана қашпай қалады. Сондағысы киіз үйінің шаңырағына Қарлығаш ұялаған екен. Сонда жаулар Төле бидің жауабын тәнті болып аман қалдырыпты. Сол оқиғадан бері Төле биді Қарлығаш әулие деп аталады. Төле бидің нақыл сөздерін түсініп оқы және өз сөзіңмен түсінгеніңді айт. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңен кетпейді. Сен біліп тұрып, білгеніңді айтсаң, оған ешқандай құн жетпейді. Білгеніңді адамдармен бөліссең, білімің артады. Ал енді сен ештеңе білмесең, білгендерден үйреніп ал. Үйренгеннен ешқандай ұят болмайды. Үйренудің өзі өнер, алға ұмтылу. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Халыққа, досқа адал болу керексің. Жауыңа қатал бол дегені, жауыңа сыр бермей, қатты болу керексің деген мағынаны білдіреді. Шешендіктен не пайда, артында сөзі қалмаса, батырлықтан не пайда, халқына қайран қылмаса. Яғни, шешен болып, дұрыс сөз айтпаса, оның пайдасы шамалы. Жақсы сөйлеп, көркем тілмен өз ойынды жеткізе алмасаң, шешендіктен
пайда жоқ. Егер батыр болып еліңді қорғай алмасаң, я батырлығыңмен елге өзіңді таныта алмасаң, қандай пайдасы бар? Нақыл сөздерді пайдаланып, сөз өнері туралы әңгімеле. Сөз өнері жүректі толқытып, ақылды таразылап, тіл қисынын қиюластырып, ойды бояуын қандыра өрнектеп жеткізетін ұлы өнер. От тілді, орақ ауызды біздің данышпан бабаларымыз өнердің осы түріне ерекше ден қойып, ауыз әдебиетінің сан алуан түрлерімен келешек ұрпаққа терең тәрбие беріп, тектілік тізгінін ұстата білді. Сондықтан да біздер үшін бұл өнердің қасиеті тым ерекше. Сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Яғни осы оқу мақсатына сәйкес сіздерге қазір тапсырма беріледі. Осы мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап бересіздер. Алдымен мәтінді жақсы етіп оқып шығасыздар, одан кейін астында сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға нақты толық жауап берсеңіздер, дескриптор арқылы бағаланасыздар. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. 3 ұпай. Уақытты бағалау туралы ойын айтады. 1 балл. Сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді қолданады. 1 балмен бағаланасыздар. Өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Яғни осы оқу мақсатына сәйкес сіздерге мынандай тапсырма берілді. Мәтіндердің жанрын анықтап, меңзермен байланыстырып көрсетесіздер. Бұл жерде бата қайсы, нақыл сөз, мақал қайсы, соны меңзер арқылы байланыстырып көрсететін боласыздар. Дескриптор мақал-мәтелдерді ажыратады. 2 балл. Нақыл сөзді анықтайды. 2 балл. Батаны ажыратады. 1 балл. Балалар, сіздерге сәттілік тілеймін. Қане өздеріңіз орындап жібере қоярсыздар. Ой қорыту. Міне балалар, Төле бидің бір ауыз сөзі 1000 ауыз сөзге татитын, шын әулие деп атаған. Қарлығашты да әулиеге теңеген. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.